Сәлем барша менің каналыма тіркеліп, менің өнерімді бағалаушы жақсы жандарым. Мен сіздермен бір жақсы жаңалығымен бөліскім келіп тұр. Естеріңізде болатын болса, мен сіздерге айтқанмын, Анашым сағынышым деген әнді мен YouTube'қа бұрынғы ескі версиясын жүктеген болатынмын. Ол ән 25 жыл бұрын жазылған болатын. Ол әнді кезінде аранжировка жасап жазған. Бір кезде осы тығыз шығармашылық бағытта жұмыс жасаған өзімнің ауылдасым, қазір Ақтау қаласында тұратын үлкен, өте талантты, дарынды Аман Жангиров деген музыкант жігіттің аранжировкасымен жазылған болатын. Осыдан 25 жыл бұрын. Сол 25 жыл бұрын жазылған ән елдің ішінде өте жақсы мына тыңдауға, тыңдармандардың жақсы көңілінен шыққан ән болды. Енді сол әнді қайтадан осы 25 жыл өткеннен кейін жаңа леп, жаңа дыбыстармен қайта жаздырдым. Бұл әнді қайтадан өңдеген, аранжировка жасаған, ол да өзімнің ауылдасым, ол да қазіргі Ақтау қаласында тұратын тамаша, дарынды, жас композитор, болашағына үлкен үміт күтуге болатын Хамид Байкулов деген жігіттің аранжировкасымен жазылды. Енді мен осы әнді сіздердің назарларыңызға ұсынайын деп отырмын. Әнді жақсылап тыңдаңыздар, пікірлеріңізді айтыңыздар, керек жерлеріне қолданыңыздар. Бұл ән жалпы бұрында шыққанына бір 40 жылдай болған ән. Ең алғаш осы мына Женпейдің Айгүл ансамблінің қыздарының алғаш орындаған әні. Бірақ енді өкінішке орай бұл әннің авторын мен білмеймін. Сөзін жазған адамды, музыкасын жазған адамды білмеймін. Енді осыны 25 жыл бұрын айтылып жүрген кезде, ол кезде жас болдық па, онша сол әннің авторларына мән бермеппін. Негізінде бұл әннің сөзін мен ертеректе бір кітаптан алғанмын, бірақ ол кітапты қазір өкінішке орай таба алмай жүрмін. Сондықтан да бұл әннің авторлары аталмайды. Білген адамдар болатын болса, осы әннің авторларын төменде комментарийге жазып кетсеңіздер. Ән өте тамаша, музыкасы да тамаша, және ішіндегі беретін сөздерінің мәні де өте тамаша. Анашым, сағынышым әні қабыл алыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, жақсы игі тілектеріңіз, ниеттеріңіз болатын болса, оны да жаза кетіңіздер. Себебі жақсы сөзден жан семіреді деген. Сіздердің жақсы ықыластарың болатын болса, мен одан да бетер шабыттана түсемін. Әрине, кемшілік жері болатын болса, оны да жазу керек. Себебі сын түзелмей, мін түзелмейді. Сын алған, сын айтқан адамды өз басым ренжімеймін. Оның барлығы да ар жағында өзі бір Құдайдың саған жіберіп тұрған, сол кемшілігің жерің болса түзе деп тұрған нәрсе деп мен барлық уақытта да қабылдаймын. Сондықтан да сіздердің жақсы сөздеріңізді де, сын айтатын сөздеріңізді де қабылдауға дайынмын. Мен сіздерге өзімнің Анашым, сағынышым әнімді жаңа версияда ұсынамын. Қабыл алыңыздар.